Шоқан Уәлиханов атындағы облыстық кітапханада «Жырлайды жүрек» атты әдеби танымдық кеш өтті. Кеш Әдібай Табылдиевтің туғанына 100 жыл толуына орай ұйымдастырылды. Кеш барысында қаламгердің өмір жолы мен шығармашылық мұрасы кеңінен таныстырылды. Іс-шарада жазушының рухани мұрасы мен еңбектерінің маңызы кеңінен айтылды. Кездесу ұстаздық пен сөз өнерін ұштастырған тұлғаның биік болмысын айқындайды дейді шараға қатысушылар. Тағылымды ойлар қатысушыларға рухани серпін беріп, ұлттық құндылықтарды дәріптеді. Бұл кісінің өлеңі өлдіріп тұр еді. Былай қарасаңыз, ұйқас шымыр. Яны екінің бірі онда ұйқасқа бара бермейді. Ұйқас өте шымыр. Соның кейін тағылымды балаларға арналған жаңағы жақсы қасиеттерге, адамгершілік, ізгілік қасиеттеріне баулуымен. Бұл кісі енді бір жақ ғылымдығы да барды қоған. Сондықтан да бұл кісі балалардың жаңағы психологиясын жақсы меңгерген, тілін жақсы меңгерген.